Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бар жоғы 15-ақ минутта пісіп шығатын өте оңай тәтті печеньелердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз осы жұмыртқамызды жарып салып араластырып, қантымызды әбден ерігенше жақсылап шайқайтын боламыз. Бізге керекті заттардың барлығын мөлшерімен описание бөліміне жазып қалдырамын. Содан кейін сұйық майымызды қосамыз, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Разрыхителді ұнмен бірге араластырып қойдым. Енді аз-аздан түйіршік қалмайтындай етіп, шетінен ұн қосып отыратын боламыз. Алғашқы кезде венчикпен араластыратын боламыз, содан кейін ақырындап жұмсақ қамыр елеп шығамыз. Қазақша каналдың дамуына сіз де өз үлесіңізді қоса кетуіңізді сұраймын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, жанда қоңырауша белгішесін все деген батырмаға басып қоюыңызды сұраймын. Міне біз қамырымызды елеп болдық. Енді осы қамырды 5 минутқа қойып қоямыз. Арада 5 минут уақыт өтті. Енді қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды ұзынша етіп аламыз, содан кейін қолмен дөңгелектер жасап шығамыз. Әсемдік үшін вилкамен басып шықтым. Енді әр печеньенің бетін осылай қамырға малып аламыз. Менде дәл осы рецептпен 25 печенье шықты. Осы печеньелерді 200 градуста 15 минутқа қойып қоямыз. Міне осымен менің печеньелерім де дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.